Балалар, бүгін біз сіздермен Жусан иісі әңгімесін әрі қарай жалғастырамыз. Сабақты бастамастан бұрын онлайн платформа арқылы топтарға бөлініп алайық. Балалар, бірінші топқа Алмаз, Ақмаржан, Әнуар, Айару, Нұрислам. Бірінші топ Нажат. Нұртай, Дана, Інжу, Абылайхан. Бұлар екінші топ, ортадағы топ. Үшінші топ Ерсұлтан, Бибарыс, Айзере, Әдемі, Иманғали. Бүгінгі жұмыста біз барлық тапсырмаларды мына жұмыс парағына орындаймыз. Жұмыс парағында мына жерде әр тапсырманың жанында ұпайлары тұр. Сол ұпайларыңды белгілеп отырасыңдар. Біреу айтты. Екінші топ сіздер 4 оқушы. Үшінші топ толық 5 оқушы. Үй тапсырмасының пысықтау мақсатында, өткен сабақта еске түсіру мақсатында түйін жинау әдісі бойынша сұрақтарға жауап береміз. Сұрақтарды мен оқимын, тақтаға келіп, әрбір дұрыс жауап берген адам өз түйінін не қылады, қоржынына жинайды. Бірінші сұрақ: жусан қандай өсімді? Кел, Ерсұлтан. Жусан қастерлі, емді өсімді. Тамаша, ал түйінін жинайға. Ойын жетпеді ма бірге? Бірді осында. Екінші сұрақ: неліктен әңгіме жусан иісі деп аталған? Айзере? Себебі олар өздері жусан төбеде тұрғандықтан әңгіме жусан иісі деп аталған. Аянның қандай бала екенін байқадыңдар? Алмаз айтшы. Ақылды, шыншыл, шыдамды. Және төзімді, шыншыл бала еді. Кел түйінін жинай ғой. Неліктен балалардың оқуы тоқтап қалды? Дана? Иманжан ауырып қалған соң. Мұғалімі Иманжан не қылды? Ауырып қалды. Тамаша, кел. 14-ші сұрақ. Соңғы сұрағымыз: Аянның ертегілері қалай басталатын еді? Қалай басталатын еді? Иманғали айтшы. Аянның ертегілері өзі туралы жетім баладан басталады. Бір жетім бала болыпты деп бастайтын еді. Жарайды, тамаша. Рахмет. Аянға келген қара қағаздың басқалардан айырмашылығы не еді? Кім айтады? Айзере айтшы. Аянға келген қағаздың басқалардан айырмашылығы, олар барлық үйде жоқтау үні шықса, бірақ Аянның үйінде жоқтау үні шыққан жоқ. Тамаша. Балалар, бүгін Сайын Мұратбектің Жусан иісі әңгімесінің хикаятынан 4-ші сабағы. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы әдеби теориялық терминдерді анықтау. Біз сіздермен әдеби теориялық терминдерді үзіндіден тауып, талдап, терминдерге түсінік береміз. Балалар, бүгін біз сіздермен Сайын Мұратбектің Жусан иісі әңгімесін оқып талдап жатырмыз. Жусан дегеніміз не? Жусан қандай өсімдік екен? Сол туралы, жусанның қадір қасиеті туралы біз мына аңызды тамашалайық. Жусан неге қастерлі шөп? Қазақ даласында ең көп таралған шөп. Қазақ жусан деген сөзді естігенде жаны ерекше жадырап, туған жерге деген ерекше сағыныш сезімге бөленеді. Қазақ халқы үшін жусан қасиетті өсімдік. Алыс сапарға аттанғанда жусанды өзімен алып жүріп, иісін иіскеп, туған жерге деген сағынышын басады. Яғни, одан деген ұғыммен пара-пар мағынада айтылады. Бұл туралы халық аузында мынадай аңыз да бар. Ертеде бір батыр жігіт өз елін тастап жат-жұртқа кетіп қалған екен. Оны елге қайтару үшін қаншама рет барған елшілердің сөзіне құлақ аспапты. Сонда бір тапқыр данышпан кеткен жусанның бір қумасына барып иіскеткенде, елге деген ерекше сезім оянып, көзден жасы сорғалап, жедел туған еліне жусан неге қастерлі шөп?
міне қазір аңызды тыңдадық. Сол аңызды негізге ала отырып, мына қолдарында берген, кітапта берген үзіндіні пайдаланып, әдеби теориялық терминдерге талдау жасаймыз. Енді бірінші тапсырмамыз біздердің мына жерде қос жазба күнделігі арқылы символ ұғымына түсінік беру. Әрқайсымыз жеке-жеке орындаймыз. Ал енді балалар, тапсырманы орындап болдық па? Тапсырманы орындап болсақ, әр топтан оқушылар тұрып кезекпен жауап бере берейік. Бірінші топтан Ахмаржан. Жусан естеліктің символы. Аян әкесінің шапанын ескей отырып әкесін есіне түсірді. Жусанды төбедегі естеліктерін есіне алады. Жарайды, тамаша. Өз пайымды қойып отыр. Екінші топтан Рухани күш, яғни әкесінің шапаны күш береді, және шапан ескеген сайын жусанның есі шығады. Ол жусанның есін, әкесінің есін ескеді. Үшінші топтан оқиды әдемі. Отан туған аңыздағы айтылғандай жусан отанның символы. Жусан отанның символы. Бала жаңа аңызда не айтылып еді бір топ жусан туралы? Айсарай. Аңызда айтылғанда батырды ешқандай адам өз еліне қайтара алмаған. Кейін бір данышпан оған бір кішкене жусан ескерткенде ол батыр көзіне жас алып туған отанына қарай барған. Міне, жусанның құдіреті бір топ жусан батырды еліне қайтарған екен. Жарайды, тамаша, барлықтан супайларымызды қойып қоямыз. Балалар, біздердің келесі тапсырмамыз терминдер сөйлейді деп аталады. Әр топқа тапсырмалар берілген қолдарында. Бірінші топ, портрет деген не? Бұл кімнің портреті? Үзіндіден портретті табасыңдар. Бірінші топ, Нұрислам сенде. Екінші топ, берілген тапсырманы сол жерден көрген білгіш құралдарды тауып, сәйкестендіресіңдер. Екінші топ. Үшінші топ, үзіндіде табиғатты суреттеген тұстарын теріп жазасыңдар. Пейзаж деген не деген ұғымға жауап бересіңдер. Түсінікті ме? Ал онда бастаймыз. Балалар, тапсырманы орындап болдық па? Орындап болса қаламдарымызды қоямыз. Бірінші топтан кім жауап береді? Аяру. Ал Аяру тыңдайық балалар. Көзі қанталағандай бұл кейіпте болады. Кейіпте жансыз табиғатты жанды табиғатқа айналдырып сипаттау. Ал екіншісі бұл ащы дауыстар. Үзіндімді оқышы. Үзіндімді толық оқы. Кенет бүкіл ауылды шулыға шыққан ащы дауыстар селт еткізді. Эпитет бұл заттың, құбылыстың айрықша сипатын анықтайтын сөз. Осы жерде эпитеттің қайсы? Эпитет оқышы. Эпитет ащы дауыс. Ащы дауыс. Жарайды, әрі қарай оқып кете бер. Аянның әжесі өліп қапты. Өліп қалыпты. Бұл дисфемизм. Дисфемизм сөзді жай айта береді, ал сыпайы түрде эвфемизм деп атаймыз. Дөрекі айту, дисфемизм. Ал Садық бір пәлені шығарған үйінен алақандай газет жыртындысымен темекі ұрлап алып кетті. Алақандай бұл теңеу. Теңеу дай, дей, тай, ти жұрнақтары жазылатын сөз. Ал келесі бізде қарағым жолың болсын деді жыламсырап. Жақсыдан қалған тұяқ ең, қайда жүрсен аман бол, адам болсаң тауып келесің әлі деді. Тұяқ бол біздегі синек доқа. Синек доқа, бүтінді бөлшектер, бөлшекті бүтіндеп жеткізу. Жарайды, тамаша. Бізге берілген тапсырма портрет адамның сырт келбетін білдіретін Суреттеу, суреттеу.
Шолақ жең, ақ жейде, тізеден жоғары, қысқа қара шалбар киген, кекіл шашы бар, мұнтазия бір бала. Бұл Аян. Аянның портреті. Шашы әппақ құдай, қол басы тұнған, адамша дірілдей, қолшылдап көзі қып-қызыл боп жаурап отыратын қарт кісі. Бұл Иманжановтың Портреті. Сидан байлы, қол аяғы қара, қайыстай қатқан ұзын жүргенде алдына жан салмайтын өзе төбелесқор сотқар бала. Бұл Есепбай. Есіпбайдың портреті. Барлығымызда осындай ма? Дұрыс айтты ма? Портретті тапты ма? Жарайды, тамаша. Ұпайымызды қойып отырамыз. Мына топтан кім оқиды? Айзере оқиды. Пейзаж деген не? Пейзаж деген табиғаттың көркем көрінісі. Бұл жерде мәтіндегі пейзаж бөлігі бұл біздің ауыл ешкі өлмес деген кішкене қоңыр таудың дәл етегінде еді. Ұзынан ұзақ бір көше болып, жоғарыдан төмен қарай созылып жататын. Қыста осы жалғыз көшенің басынан аяғына дейін балалар шуылдаса топырлап жүріп, қарды таптап, сырғанақ жасайтынбыз. Қар қалың түскенімен таулы жердің күні жайма шуа, жылы болады. Тапталған қар күні бойы жетектеліп еріп кететін. Тамаша, жақсы. Балалар, бәріміздікі осындай ма? Барлығымыз онда жұмыс дәптерімізге ұпайларını қойып отырыңдар. Балалар, бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында WordFile қосымшасы арқылы төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Жусан иісі повесінің негізгі идеясын анықтаңыздар. Бибарыс. Жусан иісі повесінің негізгі идеясы соғыс жылдарында жетім қалған балалар жағдайын көрсету. Тақтадан көрсетпейсің бе? Тамаша, дұрыс па екен? Тақтаға келіп сұраққа жауап берейік. Жусан иісі повесінің кейіпкеріне жатпайтын хаттарды белгілеңіздер. Аяр өткен. Бұл кім? Ал, басалым. Тамаша. Келесі сұрағымыз. Төбелескенде ылғи бетін тырнайтын, тырнауға танып кеткен кейіпкер бала кім еді? Нұртай келе ғой. Бұл бала кім? Даусын қаттырақ шығар. Тамаша, дұрыс жауап берді. Келесі. Аянның тобығы тайғыш болып қалуына себеп болған жағдайды анықтаңыз. Неліктен? Келіс Алмас. Бұзаудың шағылып қалуы. Бұзаудан жығылып қалуы, е? Дұрыс па екен? Дұрыс, тамаша. Келесі сұрағымыз. Аян ертегілерді қалай айтатын еді? Дана келе ғой. Ойынан шығарып. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі сұрағымыз. Жусан иісі шығармасының басты тақырыбын анықтаңыздар. Кім жауап береді? Әдемі келе ғой. Жетім баланың аянышты тағдыры. Кәне басып қойшы сұрақты. Дұрыс, тамаша. Келесі сұрағымыз. Бапай шалдың үйінде Аянның кешкі қорегі не болды? Есұлтан келе ғой. Кәне сұрақты осыден басамыз. Тамаша. Оқиға соңында жетім баланың тағдыры қалай аяқталады? Кім жауап береді? Нұрислам келе қойшы. Жетім балалар үйіне кетті. Жетім балалар үйіне Аянды алып кетті, е? Жарайды, тамаша. Міне, біз сұрақтардың барлығына повесінің авторын табыңыздар. Кім шықпады? Иманғали келші. Сайын Мұратбеков. Дұрыс па екен көреміз. Тамаша, е? Міне, WordFile арқылы берілген тапсырмаларға, сұрақтарға барлығымыз дұрыс жауап бердік. Барлығымыз өздеріміздің ұпайымызды жұмыс парағына қоямыз. Міне балалар, бүгін біз сіздермен Жусан иісі әңгімесіндегі үзінділерге талдау жасадық. Үзіндіден біз пейзаж ұғымын, портрет дегенімізде көркемдегіш құралдарды тауып, оның ережесін түсініп, үзінді бойынша талдау жасадық. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды ма? Егер түсінікті болса, мына видео бағалау арқылы кері байланыс берейік. Әр топтан Бибарыс. Бүгін маған Жусан иісінен дәрісіміз болды.
Тамаша. Шыға береміз балалар. Шетіне шыға беріңдер. Маржанға. Тамаша. Аяру. Назире. Барлығымыз келіп кері байланысып береміз. Шыға беріңдер. Бүгін маған Жусан иісі повесінің үзіндісіне бәрі түсінікті болды. Тамаша. Бүгін сабақ маған ұнады әрі түсінікті болды. Дана. Кел ғой, тез балалар. Бүгін сабақ өте қызықты, бәрі түсінікті болды. Алмаз. Маған сабақ бүгін түсінікті болды. Маған бүгінгі сабақ түсінікті болды. Барлығымызға түсінікті екен, е, тамаша. Нұртай келе ғой. Бүгінгі сабақта маған бәрі түсінікті болды. Інжу. Тез балалар. Бүгінгі сабақта маған бәрі түсінікті болды. Ерсұлтан. Бүгінгі сабақта маған бәрі түсінікті болды. Маржан. Бүгінгі сабақта бәрі маған түсінікті болды. Болды ба? Иманғали. Бүгінгі сабақта маған бәрі түсінікті болды. Өте тамаша. Әдемі. Бүгінгі сабақта маған бәрі түсінікті. Тақтақ шыққанда не айтқанды. Міне балалар, бүгінгі сабаққа қатысқан балалардың барлығы сабақта өте жақсы түсінікті, әдеби теориялық терминдерді түсінді, үзіндіден таба аламыз, ажырата алады екенбіз, өте жақсы, тамаша. Сендерге үй тапсырмасына мынандай тапсырма. Баяғыда бір жетім бала болыпты деген тақырыпта қысқаша ертегі құрастырып келеміз. Баяғыда бір жетім бала болыпты деп. Енді балалар, сендер өздеріңнің мына жұмыс парақтарында барлығы маған жинап бересіңдер. Мына жерге қойып отқан ұпайларың бойынша мен сендерді бағалап, журналға барлықтарының өздерінің тиесілі бағаларында қоямын. Сау, саламатта болыңдар.